Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздердің назарларыңызға таразы жұлдыз белгісінде туылған жандардың 2024 жылға арналған жорамалын ұсынамын. Яғни 2024 жыл сіздер үшін қандай болмақ, не жағдайлар болады, сол туралы қарайтын боламыз. Яғни 12 айға 12 карта шығарамыз. Сол 12 ай, яғни 12 картамен әр айдың сипаттамасын айтатын боламыз. Қандай болмақ сіздер үшін? Алдымен 12 картаны шығарып аламыз. 2024 жыл таразы жұлдыз белгісі 1 қаңтар айы. Сіздер үшін қалай болмақ? 2 ақпан айы. 3 наурыз айы. 4 сәуір айы. 5 мамыр айы. 6 маусым айы. 7 шілде айы. 8 тамыз айы. 9 қыркүйек айы. 10 қазан айы. 11 қараша айы. 12 желтоқсан айы. Ал енді 12 айдың 12 картасы шықты. Бастаймыз. 1 қаңтар айы таразы жұлдыз белгісі үшін қандай болмақ? Енді қараңыз, жағдай былай, жалпы кез келген жыл басталатын уақытта өзі желтоқсан айы, мысалға 24 жыл болса 22 жылдың, 24 жыл болса 23 жылдың желтоқсан айынан бастап өзі бір белгілі бір дүниелерден белгі беріп отырады, белгілі бір жағдайлар басталады, сол сияқты сізде мысалға қаңтар айында осы 24-тің сол мүмкін желтоқсан айынан бері, өткен жылдың желтоқсан айынан бері бір ойда жүрдіңіз ба, сол бір тұңғиыққа беріліп жүрдіңіз ба, сондай сияқты бір жағдай болуы мүмкін. 2 ойлы болу, яғни бұл дегеніңіз адамның күмәндануын білдіреді. Сіз бір дүниеден күмәнданып тұрсыз, ойланып тұрсыз, және де бір жаман дүние деп айта алмаймыз. Мысалға, бұл жерде адамның бір дүниені істейін ба, істемейін ба, бір жерге барайын ба, бармайын ба, бір адамға көзімді салайын ба, салмайын ба, үйленейін ба, үйленбейін ба, өзім кәсібімді бастайын ба, бастамайын ба деген сияқты 2 таңдаудың ортасында тұрсыз. 2 таңдау болғанда 2 дүние емес, сіз істейін ба, істемейін ба, таңдайын ба осы дүниені, таңдамайын ба деген сияқты, яғни бір таңдаудың, бір выбор, бір дүние, соны жасайын ба, жасамайын ба деген сияқты таңдауда тұрсыз. Күш жігеріңізді жинап алуға мүмкіндік болады бұл айда, яғни бүкіл өзіңіздің жаңағыдай күш жігеріңізді, одан қалды авторитет, яғни беделіңізді көрсетуге, жинап алуға, бұрынғы мүмкін беделіңізді жинап алуға деген мүмкіндік болады. Әрине өте оңай болмайды, дегенмен де мүмкіндігіңіз зор. Іс-әрекетке кірісуге деген жаңағыдай қабілетіңіз зор. Бұл ай өте жақсы. Сіз өз-өзіңізге сенім, мүмкін өз-өзіңізге деген бір неңізден, жаңағыдай сенімділіктен ба, мүмкін сіздің қабілетіңізден ба, сіз ойланып отырсыз,
адам мысалға бір жерге жұмысқа шақырады, сол жерге сізді таңдап шақырып тұр делік, сіз ол жерге барайсыз ба, бармайсыз ба, ол жердегі условия қалай болады, болмай ма, немесе дұрыс, соны ойланып тұрсыз таңдау үстін, яғни соңғы нүктесін қоятын ол сіз кез келген мәселе бойынша. Екі жақты болу, яғни екі ойлы болу, және әрекет ету керек. Бұл жерде сізге карта как ақыл ретінде айтатын болса, ойланбаңыз, әрекетке кірісіңіз, арқарта уже нәтижесін көресіз. Сіз қазір ойланып жатқанмен ешқандай да бір шешімге келе алмауыңыз да мүмкін, потому что сіз іс әрекетке кіріспегеннен кейін арқарта не болатынын білмейсіз да, сол себепті сондай болуы әбден мүмкін. Жаман емес, планшет карта жаман емес, кез келген істі, жоспарды жүзеге асыруға деген мүмкіндік болады, және де алдағы уақыттағы үлкен дүниелерге жоспар құра бастайсыз. Жақсы дүние, жақсы карта, жақсы. Ақпан айы сіз үшін таразы. Әрине ақпан айында мүмкін сіз күмәнданып бір ай жатқан кезде тағдыр өзі, өмір өзі сізге таңдауды жасауға көмегін береді, көмегін бергенде енді әрине адам өз әрекетімен бармағаннан кейін кейде тағдыр өзі бір қаттырақ әсерін тигізуі мүмкін, немесе тәрбиелеп алуы мүмкін, сол сияқты сізде де сондай жағдай болайын деп тұр. Оңай емес, дегенмен де оңай болмағанмен де кірісу керек, әрекет ету керек. Бір жағдайлар болады, яғни жан-жағыңыздағы дүниелердің барлығы өзгере бастайды. Адамнан бастап, сізді қоршаған айналаңыздағы адамнан бастап, жұмыс орныңыз, үйіңіз, тұрғылықты мекен жайыңыз, тіпті барлығы бір уақытта өзгеріп кетуі де мүмкін. Ол сіз ойламаған жерден болатын дүние. Мысалға, бір жағдайлар болады, сіз сол жағдайлардан үзілді-кесілді бір қаладан кетуге мәжбүр боласыз, Мысалға, сізде енді әркімде әртүрлі, но бұл жерде қалай болады? Мысалға, кейбір адамдарда екінші жартыңыз, яғни күйеуіңіз, мысалға, жұмыс орнын ауыстырады, сол себепті сізде амалсыздан жұмысыңызды ауыстыруға және жұмысыңыздан шығуға мәжбүр боласыз. Бір жақтан көшуге мәжбүр боласыз, немесе яғни сіз оған мүлдем дайын емес, сіз ол өзгерістерге морально, материально мүмкін да ешқай жағынан да дайын емессіз, хотя оны қарап тұрған сізге өмір жоқ, өзі солай болайын деді, ешкім сіздің жағдайыңыз бар ма, жоқ па деп ойлап тұрған жоқ. Түбегейлі өзгерістер болады, әрине, но арты, яғни 1-2 ай көп болса қиналасыз, әрі кетсе 3-4 ай, но ары қарта ол барлығы жақсы болатын болады. Яғни сіз мүмкін білмегенмен, байқамағанмен, сезбегенмен сізге ыңғайлы өзгерістер болған шығар, және де сіз кейін тіпті сол өзгергеніне қуануыңыз да мүмкін. Дегенмен адамды бір бауыр басып қалған жерді өзгерту өте қиын ғой. Өміріңізде прям не болып кеткен түсінбей қаласыз, 180 градусқа өзгерістер болады, әрине. Бұрынғы үмітіңіздің үзілуі, бұрын армандаған дүниелеріңіздің барлығы қалады артта. Біреудің тарапынан қалай сатқындық көруіңіз де мүмкін, әділетсіздікті байқауыңыз мүмкін, Мысалға, бір адамның тарапынан сіз сондай бір сатқындықты көңіліңізді қалдырады, сатқындық жасап, содан сіз не істейсіз, ойыңызды мүлдем өзгертесіз, мүлдем кетіп қалғыңыз келеді сол жерден, кәдімгідей үзілді-кесілді шешім қабылдайсыз, Әрине оңай емес, но сол сізге ыңғайлы болады, сол жақсы болады. Сіз соны тек қазір түсінбей тұрсыз, бірақ дегенмен де кейінгі уақытта ол сізге ыңғайлы болғанын сезетін боласыз. Бір шама уақыт өткеннен кейін, мүмкін бірнеше жылдан кейін түсінесіз ба? Енді ол әлі белгісіз, но қай уақытта екен, но бірақ түсінесіз. Кейбір жерлерде жақсы емес хабарда келуі мүмкін, сол сізді ренжітеді және сол өзгерістерге әкеледі. Әсер, сосын көліктен абай болыңыз, түрлі-түрлі жаңағы экстремальный спорттарға құмарыңыз болатын болса, өте абай болғаныңыз дұрыс, потому что травма алуға деген қауіп өте жоғары. Біреулердің қастандығынан сақ болыңыз, өз-өзіңізді үнемі қорғап жүруге тырысыңыз, және де
басқалардан лучше конфликт, яғни сөзге келіп қалмай, тыныш қана өзіңізбен өзіңіз жүргеніңіз дұрыс шығар. Әрине бұл айда. Дегенмен бұл айда енді үлкен карта шығып тұр, значит бұл айдағы дүниелер кейінгі өміріңізге де әсер ететіні сөзсіз. Келесі ай әрине наурыз айы. Наурыз айы сіздер үшін жақсы ай болады, но сіздерде прям энергия тасып жүреді, и бұл энергияны қаяққа шығарарыңызды білмейсіз. Кейбір адамдарда әртүрлі болады. Енді бұны бірыңғай жақсы энергия деп те айтуға болмайды, себебі кейбір жандарда прям ашу, ыза немесе қатты энергиясы ішіне сыймай тұрған кезде кімнен жаңағы ашуын алғысы келетінін, кімге тиісерін білмей, сол себепті де адамдармен арпалысып, ұрысып, төбелесіп болуы да мүмкін, иә? Сөзге келіп конфликт, яғни бұл жерде тағы да, если конфликт болатын болса, көп жағдайда жұмысқа байланысты конфликт болады, яғни сөзге келушілік, ұрыс-керістер, потому что көріп тұрсыз, адам и жезлын ұстап тұр, яғни жұмысқа тікелей қатысты. Және айтатыным, сіз мүмкін жол жүру процесінде боласыз, мүмкін көшу процесінде боласыз, и құжаттармен жұмыста болуы мүмкін. Сондай-ақ бір адамдармен сөз таластыру, немесе бір адамдарға қарсылық көрсету деген сияқты жағдайда болуыңыз әбден мүмкін. Или болмаса сізде осындай адаммен бір байланыс болады, сол адам сізге кедергісін келтіре ма, сізге өзінің жаңағы мінездерін көрсеткісі келе ма, вот сондай сияқты болады. Және де бұл жас жігіттерді білдіреді көбіне, жас қызу қанды адамдарды білдіреді, көбіне еркек адамды білдіреді. Тіпті сіз әйел болсаңыз да, еркек болсаңыз да, бұл сізге қатысты болуы мүмкін, или сізге қатысты бір адам. Жаман емес, жалпы карта жаман емес. Егер сіздің бір жеріңіз ауырып жатса, мысалға жазылуға деген мүмкіндік болады. Тағы не? Жаңа мүмкіндіктер, және де жаңа инвестиция құю, үй алу, мысалға үй алу, немесе үйге ақша жинай бастау, немесе үй сала бастау, немесе жоспарлар құру, немесе бір жаққа жұмысқа орналасу үшін ниеттеніп сіз басқа қалаға барасыз деген сияқты да болады. Және бұл айтатыным, мүмкіндіктеріңізді асыра бағаламаңыз, себебі сіз кейін оған өкініп қалуыңыз мүмкін, немесе біреуге уәде беріп, мысалға тапсырыс қабылдайтын адамдар болса, әсіресе бір айда 100 дүниені шығарам деп, бірақ сіз тек қана жағдайларға байланысты 50 уағын шығаруыңыз мүмкін, мысалға дегенім ғой. Сол сияқты жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан да кейін полностью гарантия бере алмайтын дүниелерге не бермеңіз, яғни уәде бермеңіз. Солай, жақсы не келеді? Жақсы жұмыс болады, және жақсы жаңалық келеді, жаңа адамдармен таныстық болады, жаңа және де қызықты, сіз үшін сізді қызықтыра алатын адамдармен таныстық болады. Өте жақсы карта, негізі жаман емес. Келесі ай бізде сәуір. Сізде былай 1-0 деген сияқты болып шығып жатыр. Енді бұл карта бойынша мен айтатыным, сіздерде явно бір дүниелерге көңіл күйіңіз түседі, эмоционально сіз кәдімгі шаршап, көңіліңіз қалып, бір жерден кету деген сияқты жағдайда болуыңыз мүмкін. Әрине ол сізге оңай болмайды, оңайға соқпайды, дегенмен де жағдайға көну керек болады, және шыдау керек болады. Бұл дүние әрине оңай емес, хотя бір жағынан жақсы шығар, сіз өзіңіз оны әлі білмейсіз, толығымен сезініп тұрған жоқсыз, бірақ жақсы шығар, Адамдардың истинный, шынайы лицо, бет-бейнесін көруге мүмкіндік болады. Біреулерден көңіліңіз қалады, дегенмен ол адамға кейін сенбеу керек екенін түсінесіз. Сондай-ақ айырылысу да болуы мүмкін, қарым-қатынасты үзу болуы мүмкін, жаңа шамалы қолайсыз, жағымсыз жаңалықтар болуы мүмкін, бір дүниелерден көңіл қалу,
екі ойлы болып, тіпті тұңғиыққа батып, бұл ай сіз үшін мүлдем қызықсыз, бір ойға беріліп, сөйтіп жүретін ай болуы мүмкін. Ештеңеге зауқыңыз жоқ, жаңағыдай прям айдың сипаттамасы сондайды көрсетіп тұр. Бір жерден кетуді де көрсетеді. Денсаулығыңыз немесе бір дүниелер сізді уайымға салып тұр. Бұл тікелей өзіңізге қатысты болуы мүмкін, немесе сіздің именно жақын адамыңызға, сізге өте маңызды бар, құнды адамға қатысты болып, сол дүниені уайымдайсыз, сол адамды уайымдайсыз, адамның жағдайын немесе өзіңіздің жағдайыңызды уайымдайсыз, сондай болады. Немесе біреуге деген сағыныш болуы да мүмкін, екі жақта жүру, айырылысу деген сияқты, болашақты уайымдау, жағдай алда болатын уақытты, жағдайды не істейтініңізді уайымдау сияқты дүниеде боласыз. Бір дүниелерден шектеу болады. Бұл енді көбінесе өзіңіздің ішіңіздегі толық энергияны шығара алмағанның кесірінен болатын шығар. Потому что бұл жерде көбінесе шектеу эмоциональный, яғни эмоциональный тұрғыда болады. Адамның тіпті жылағысы келеді, айғайлағысы келеді, қуанғысы келеді, біреуге айтқысы келеді, но ондай шара жұмысты жасай алмайды. Сол себепті сондай бір дүниелер сізді ішіңізден қынжылтады. Сонда айдың жалпы сипаттамасы сондай. Келесі ай бізде мамыр айы. Мамыр айы 5-ші ай. 5-ші ай өте жақсы. Жақсы не себепті? Бұл себебі сіздің іскерлігіңізді білдіреді. Әрине сіз полностью өзіңізді жұмысқа арнайсыз ба, әлде нәтижелі дүниелерді бастайсыз ба, сондай сияқты. Яғни бұл карта көп жағдайда, егер сізге ашқаннан кейін, бұл көбінесе сізді білдіреді. Сіз еркек болсаңыз да, әйел болсаңыз да, или болмаса, бұл сіздің өміріңіздегі бір үлкен адам, маңызды адам, іс-әрекетті жасай алатын және іс-әрекетке берілген адам десе де болады. Бұндай адамдармен жұмыс істегенде өте қолайлы, потому что бұл адамдар өзінің айтқан уәдесінде тұрады және полностью сенімге ие. Өзін өзі дәлелдеген адамдар. Және бұл айда сондай боласыз, мүмкін полностью сіз жұмысқа берілесіз, басшылықта боласыз, немесе бір қызметке ілінесіз, көтерілесіз. Болмаса сондай бір өзіңізден үлкен жаңағы шені үлкен адамдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайтын боласыз. Және бұл лидерді көрсетеді. Бұл лидер сіздің бастығыңыз болуы да мүмкін, или болмаса сіздің әкеңіз, ата-анаңызды көрсетеді. Бұл сондай сөзі жүретін адамдарды білдіреді, және статустың да өзгеруін көрсетеді. Бұл жерде ата атануыңыз да мүмкін, әке атануыңыз да мүмкін, или болмаса біреудің күйеуі атанасыз. Яғни сіз, или болмаса сондай адамға бір жақсы еркекке тұрмысқа шығасыз, или кездестіресіз. Өміріңізде мықты еркек адамның әсерін көрсетеді, белсенділікті көрсетеді, жұмысқа полностью өз-өзіңізді бересіз, мүмкін мүлдем қолыңыз тимейді сіздің жұмыстан, қайтпас қайсарлығыңызды көрсетесіз, тұрақтылық, табыста тұрақтылық болады, денсаулығыңыз жақсы болады, конфликт белгілі бір жұмысқа байланысты түсінбестіктер болуы мүмкін, но хотя сіз ол келіспеушіліктердің ішінде басымдылыққа ие болатын сіз боласыз. Сондай тәуекел етуден қорықпаңыз, яғни ешқандай өзіңіздің күшіңізге сенбей қалмаңыз, өзіңіздің күшіңізге полностью сенсеңіз болады, және сіздің мүмкіндіктеріңіз әрине өте зор десек те болады. Бұл айда бір ойлаған дүниеңізді жүзеге асыруға жақсы уақыт, және қолыңыздан барлығы келіп тұр, мүмкіндіктеріңіз де келіп тұр, сеніміңізде болу керек деп ойлаймын. Келесі ай әрине бізде маусым айы, 6-шы ай. Өте жақсы ай, өте жақсы ай. Мүмкін сіз мына уақытта белгілі бір адамдармен сөйлесу, келіссөз болады, ал мына уақытта уже жұмысқа кірісіп кетесіз, Яғни бұл карта полностью адамның бақытты шағын көрсетеді. Бұл отбасылық бақытты да білдіреді, және жұмыстағы бақытты да білдіреді. Яғни 4 қола түгел деген сияқты ой, көпті сөз бар. Бұл адам өзінің мақсатына жете білген адам, өзінің қалауы болатын адам, және
және бұл жерде тағы да айтатыным, ештеңеден қорықпаңыз, барлығы қолыңызда, бақыттысыз, және бұл жеткен жетістігіңіз, басыңызға түсіп жатқан бұл дүние, ол сіздің осы дүниеге лайық болғаныңыздың әсері. Мысалға сіз қызметте көтеріліп жатсаңыз, бір жерде марапат алып жатсаңыз, белгілі бір дүниеде жетістікке жетіп жатсаңыз, ол сіздің осы уақытқа дейін әрекетіңіздің, еңбегіңіздің арқасында, немесе балаңыз үйленіп жатса, немесе сіз тұрмысқа шығып жатсаңыз, сіз үйленіп жатсаңыз, бұның барлығы сіздің еңбегіңіздің арқасы әрине. Сондықтан да сол моментті пайдаланып, қуанып, полностью қуанып толығымен не қылсаңыз болады, рахат алсаңыз болады. Жақсы таныстықтар болады, жақсы кездесулер болады, тұрақтылық және нақтылық болады өміріңізде, кез келген салада, жұмыста да, үйде де, ақшада да, тағы қарым-қатынаста да, сенімділік болады. Ісіңіз, мысалға, кез келген істе, әсіресе жұмыста, көбінесе жұмыста, әр істеген ісіңізде сізде сенімділік болады. Мүмкін адамдармен, өте жақсы сенімді адамдармен жұмыс жасайсыз ба, или өз-өзіңізге сенімді боласыз ба, толығымен, сондай сияқтыны көрсетеді. Белсенді демалыс әрекетіне де, демалыс несіне де баруыңыз мүмкін, демаласыз, яғни сіз ұзақ уақыт жұмыс істедіңіз, шаршадыңыз, шалдықтыңыз, өз-өзіңізге демалыс жариялайсыз, путешествияға барасыз, яғни саяхатқа барасыз. Босаңсу, немесе сіздің істеген жұмысыңыз өзіңізге сондай бір рахат алып келеді, демалыс алып келеді. Жақсы жаңалық күтіңіз. Бұл карта бойынша өміріңізді полностью сүруге тырысыңыз, және жақсы жаңалықтар күтіңіз, хабар күтіңіз. Барлығы жақсы болады, результат жақсы. Келесі ай бізде шілде айы, 7-ші ай әрине. 7-ші ай сіздер үшін сәл-пәл қолайсыз болады, дегенмен де енді бір бұл жерде, смотря сізде қараңыз, бұл кім болғаны білесіз. Если сіз мына адамның рөлінде болатын болсаңыз, көбіне бірақ бұл әйел адамды білдіреді. Егер сіз әйел адам болсаңыз, онда сіз боласыз бұл. Ал егер еркек болсаңыз, міндетті түрде сіз болмайсыз. Бұл деген кәдімгі сізге қатысты тікелей анаңыз ба, жұмысыңыздағы бастығыңыз ба, или болмаса әйеліңіз ба, сондай бір әйел адам, өте мінезі қырсық, сізді полностью управлять ете алатын адам. Енді бұл әйел адам, егер сіз болсаңыз, сіз бір дүниеге ашуланып жүрсіз, өте қатты, мүмкін бір адамдарға ашуланасыз да, содан бір үзілді кесілді полностью ортаңызды жаңартасыз ба, өміріңізде шаршатқан адамды кетіресіз ба. Яғни сіз бір адамға қатысты шара қолданасыз, заң шығарасыз, үкім шығарасыз. Бұл мысалға, сіздің көзіңізге шөп салған күйеуіңіз, мысалға деп жатырмын. Әрине, ондай болмауы да мүмкін, так что өйтіп күмәнданбаңыздар. Егер ондай болмаса, күмәнданбаңыздар. Түсіндіңіздер ғой, Потому что кейбір адамдар өздері миына сондай бірдеңені жабыстырып алады да, ол мүмкін ондай емес. Енді тағы айтатыным, бұл сіздің көңіліңізді осы уақытқа дейін қалдырған, сізді шаршатқан адамдар, сол адамдарға қатысты үкім шығару, немесе ол адамдардан бөлек кету, немесе жұмыстан кету, немесе сізді біреу жұмыстан шығарады, или сізбен ажырасады, вот сондай. Но енді бұл өте мықты қатты әйел. Немесе сіз дәрігерге көрінесіз, и ол дәрігер сізде әйел адам болады, қатты мінезді, өз дегеннен қайтпайтын әйелді білдіреді. Сізде бұл айда ашулы боласыз, кейбір адамдармен сөзге келіп қалу, түсініспестіктер болуы мүмкін, немесе қатты айтып тұрасыз, қатты айтып тастайсыз, ешқандай ол адамның көңіліне қарамастан. Тағы да ақылды боласыз, болады, көбіне андай ақылмен шешетін, сабырмен шешетін, ойланып шешім қабылдайтын еде боласыз, жағдайда боласыз, Тағы салқындық, ашулы боласыз, бір нәрсеге, бірақ ашудың екпінімен бір дүниелерді жақсартуыңыз мүмкін, мысалы жұмыстағы обстановканы, немесе жоспарды жаңарту деген сияқты.
немесе сіз бір істің басында боласыз, басшылық етесіз бір дүниелерге. Сонымен қатар бір күтпеген жерден сәл қолайсыз дүниелер болуды да көрсетеді. Денсаулығыңызға байланысты өзгерістер болады, резко өзгерістер, соған дайын болыңыз. Вдруг, потому что денсаулығыңызды күтініп ұстағаныңыз дұрыс. Если сіздің бір жеріңіз ауыратын болса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Келіспеушіліктер, адамдармен түсініспеушіліктер көп болады. Сөзге келіп қалу, оларды ренжіту деген көп болуы мүмкін. Және де тек қана өз-өзіңізге сеніп, көп адамдарды бағаламай, тіпті төмен түсіріп жіберу сияқты мінез болады сізде болайда. Солай, сізде де негізі самооценка өте мықты, сол самооценкаңыз одан сайын күшейіп кететін шығар. Әрине. Енді ол барынша өзіңізді сабырға келтіруге тырысыңыз, барлық нәрсеге үлкен бір сабырлықпен, жауапкершілікпен қарауға тырысыңыз, сосын барлығы жақсы болады. Если сізде сондай бір әйелмен конфликт болатын болса, сіз ол әйелмен қарсыға отырып, сіз ол әйелді ешқашан жеңе алмайсыз. Лучше ол адаммен бір сөзге келу, бір ымыраға келу, немесе ол адамды алдап, сондай бір басу, сол кезде ғана сіз ол адамды жеңе аласыз. Ал былайша жеңу өте қиын болады. Келесі ай бізде тамыз айы, 8-ші ай. Тамыз айында сізде көп жүгіріс болады. Міндетті түрде көп жүгіріс болады, және ол жүгіріс кейбір жағдайда, кейбір дәрежеде негізсіз, яғни бекерден бекер энергияңызды құрту, энергияңызды шашу, болмайтын нәрселерге жүгіру. Сіз болады деп ойлайсыз, жүгіресіз, талпынасыз, хотя ешқандай результат, қуантатындай результатқа жете алмайсыз. Сондықтан да кейбір деңгейде өзіңізді шаршатудың қажеті жоқ деп мен сізге карта бойынша кеңес айтамын. Бұл енді біреулермен сөзге келу, бақталастық, бәсекелестік, таласты да білдіру мүмкін. Мысалы, бір жерге, наследствоға, мұраға, или болмаса тағы не, бір дүниеге, бір адамға, орынға, енді көбінесе бұл жұмысқа байланысты таласты көрсетеді. Яғни сіз көріп, ұнатып тұрғыңыз келіп отқан жұмысқа өзге де жандардың тұрғысы келеді, ұнатып тұр, сол бір көзден салып отырған адамдар өте көп. Сондықтан да егер сіз тым бір белсенділігіңізбен, не то что белсенділік, сіз өзіңіздің өнеріңізді көрсете алатын болсаңыз дұрыс деңгейде, сіз осы орынға ие боласыз. Ал егер болмаса, сіз сонда бекер жүгірген боласыз, бекер энергияңызды шығарған боласыз. Тағы не? Ұрыс-керістер болуы мүмкін, айналадағы адамдармен қатысты, күрес болуы мүмкін, бақталастық болуы мүмкін, және де азды көпті, яғни білінер-білінбес жоғалтулар болады. Енді жоғалту дегенде бұл бір үлкен құнды дүниені немесе тағы бір адамды емес, бұл жерде энергияны жоғалту, немесе уақытты жоғалту, ақшаны жоғалту деген сияқты да болуы мүмкін. Солай, яғни ақша болмайтын нәрсеге ақшаны шығындадыңыз, но нәтижесінде ештеңе болған жоқ деген сияқты. Керек емес дүниелерге ақша салу, инвестиция құю деген сияқты. Денсаулығыңызға өте мұқият болыңыз, инфекциялық аурулардан сақ болғаныңыз дұрыс, травма алып қалудан, яғни жарақат алып қалудан сақ болыңыз, денсаулығыңызға мән беру керек деп тұр бұл айда. Және көлікте жүрген кезде абай болғаныңыз дұрыс жолдарда, Но белсенділік бар, сізде көрсететін белсенділік бар, белсенді боласыз бұл ай. Но денсаулығыңыз үшін, энергияңыз үшін стресс алып қалуыңыз мүмкін, сондықтан тым қатты уайымға салынып, күйзеліске салынып не қылмаңыз, потому что одан сізге келіп кететін ешқандай да пайда болмайды, бекерден бекер өз-өзіңізді шаршатасыз, ауыртасыз. Солай, келесі ай әрине бізде 9-шы ай қыркүйек. Қыркүйек айында бір еркек көрсетіп тұр, көріп тұрсыздар ғой, Бұл еркек жай еркек емес, бұл еркек өте мінезі нашарлау еркек, және ол еркектің мінезі өте тұрақсыз. Біріншіден айтатын болса, мінезі тұрақсыз, мінезінде қызуғандылық бар, үзілді-кесілді шешім қабылдау бар, және сенімсіздік бар. Әрине ол сенімсіздігін көрсеткісі келмейді, сол самозащитасы мықты да,
защитный реакциясы деп айтайыншы. Но ол еркек внутри, яғни ішкі жан дүниесі өте әлсіз, және соны көрсеткісі келмейтін адамды білдіреді. Бұл описание не үшін беріп жатырмын? Бұл описание, яғни сіздің бұл айдағы ішкі дүниеңіз, жан дүниеңіз, немесе сондай бір жағдайда боласыз, ішіңізден күйіп бара жатасыз, ойланып жүрсіз, ашулысыз, не істеріңізді білмейсіз, белгілі бір проблемалар бар, түсініспестіктер бар, немесе бір жағдайлар болып тұр, және сол жағдайды сіз қалай өткеремін, қалай құтыламын, қалай шешемін деген сияқты жағдайда боласыз. Тағы да айтатыным, бұл карта бойынша қара торы, яғни қара шашты еркекті білдіреді. Жай қолайсыз бір нелер келуі мүмкін, жаңалықтар сізге, және ашулы боласыз сіз. Или болмаса сізде белгілі бір адаммен, осындай адаммен сондай бір келіспестіктер болады. Бұл сіздің күйеуіңіз, жігітіңіз, или болмаса жұмыстағы белгілі бір адам, тұлға, сол адаммен түсініспестік болады. Но көп жағдайда бұл адамның күйін білдіреді. Егер сіз еркек болсаңыз, бұл өзіңіз. Ал егер сіз әйел адам болсаңыз, таразы жұлдыз белгісіндегі, онда бұл сіздің тікелей күйеуіңізді немесе балаңызды білдіреді. Сіз үлкен жастағы адам болсаңыз, потому что бұл кәрі еркекті білдірмейді. Бұл орта жастағы, примерно жастау жігіттерді білдіреді. Солай. Тағы да айтатыным, бұл картада агрессия көп болады. Кез келген дүниеде, қарым-қатынаста болсын, тағы басқа жұмыста болсын, сіздің тарапыңыздан да, немесе сізге қатысты адамның тарапынан да агрессия болады. Үмітсіздік, яғни бір нәрседен үміттенбеу, үмітінің үзілуі дегенді білдіреді. Үзіліп тұрған дымы жоқ, но хотя адам өзі сенбейді. Мысалға, бір адамға қосылуға деген үміті жоқ. Потому что ол адам мені кешірмейді деп ойлайсыз, но олай емес, мүмкін ол адам кешіреді. Сондықтан үмітті үзудің қажеті жоқ. Бұл карта бойынша кеңесім, тез өзгерістер болады, бір жерге жолға шығуыңыз да мүмкін, немесе біреулермен бәсекелестік, ұрыс-керісте болуы мүмкін, күтпеген жерден қолайсыз бір өзгерістердің болуы, немесе белгілі бір адамдардың сізге қолайсыз әрекет жасауы. Енді әрекет болғанда сыртыңыздан әңгіме айту, сізді көңіл күйіңізді түсіру, немесе сізге сатқындық жасау, немесе тағы жолыңызға кедергі келтіруді білдіреді. Солай, келесі ай бізде қазан айы. Қазан айы керемет болады, бірақ жалпы мен осы картаны көрсем, тура сіздерді көрген сияқты болам. Таразы жұлдызы белгісіндегі жандар, не себепті бұл сізді көрген сияқты болам? Потому что сіздер біріншіден өте өздеріңізді, енді мен жаман демеймін, ол дұрыс әрине, но өздеріңізді қатты тым жоғары қоятын басқа адамдардың, және өздеріңізді қатты бағалап жақсы көріп, тәкаппарлық қасиет бар адамсыздар, негізі басымдықта, И сондай бір қасиеттеріңізбен бұл карта как будто сізді көрсетіп бейнелеп тұрған сияқты, Не себепті олай деймін? Потому что бұл карта адамның өз-өзіне сенімділігін білдіреді. Яғни сіз бұл айда өз-өзіңізге сенімді боласыз, өзіңіздің іс-әрекетіңізді не жасау керегін білесіз, жоспарларыңыз нақты қойылған, жоспарланған немесе іс-әрекеттеріңіз, және сізге сенетін адамдар өте көп, сізге соңыңыздан ереді, сізді жақсы көреді, сізді жоғары қояды, сізде белгілі бір дүниеде басшылық етесіз, немесе қызметке тағайындаласыз. Үлкен қызметке болуы да мүмкін, жоғарылау, яғни қызметтегі жоғарылауды білдіреді. Жақсы карта дегенмен өте жақсы карта. Сәттілік істеріңіз болады, жетістікке жету, жеңіске жету, дамуды білдіреді. Бір дүниелерде жеңу, бір дүниені, мысалға лотереяға қатысасыз, сіз лотереядан көп ақша ұтып аласыз деген сияқты енді. Енді ол редко, но сондай сияқты болуы мүмкін. Потому что бұл енді көбінесе адамның жайдан-жай келіп тұрған ақшаны білдірмейді, бұл кәдімгі адамның еңбегінің әрекетінде болып отырған дүниені білдіреді. Сондықтан да оңай жолмен табыс табам деп ойламаңыз, Тағы не? Толығулар, яғни сізде командаңызға мүмкін адам қосылады, немесе жұмысыңызда адам көбейеді, немесе бұл үйіңіздегі көбею. Мысалға, или болмаса біреулер үйленеді, тұрмысқа шығады дегенді білдіреді, немесе сіздің статусыңыздың өзгеруін білдіреді.
денсаулығыңыз жақсы болады, жаман емес. Тіпті ауырып жүрген жандардың өзі жазылуға, жақсаруға деген мүмкіндік бар бұл айда. Белсенді, прям белсенділік және қарым-қатынаста сіз бірінші өзіңізді бірінші рөлге, басты рөлге қойып отырсыз, жоғары қойып отырсыз. Кейбір деңгейде мүмкін ол екінші адамды ренжітіп тастайтын шығар, сондықтан да тым қатты тәкаппарлыққа, көкіректікке, менсінбеушілікке бармаңыз деп кеңес айтамын бұл карта бойынша. Потому что екінші жартыңызды ренжітіп алуыңыз мүмкін. Және сізді жақсы көреді, әрине, ол екінші адам. Сіз жақсы көреді, если ойланып отырсаңыз, ешқандай қорқудың, уайымдаудың. Но сіз уайымдап тұрған жоқсыз бұл жерде. Сіз сенімдісіз, что жақсы көретініне, және жетістікке жететініңізге. Бір жерлерде орын ауыстыруы да мүмкінсіз. Мысалы, қызметте көтеріліп басқа қалаға кетесіз ба? Вот сондайда да көрсетеді бұл. Немесе бұл тікелей өзіңіз болмаса, сіздің жаныңыз, кәдімгі жақыныңыз, жақын адамыңызды білдіреді. Бұл балаңыз, немесе балаңыздың бір жетістікке жетуі, немесе әскерден келуі деген сияқты да болады. Әртүрлі жақсылығына, барлығы да жақсылыққа. Келесі ай қараша айы. Қараша айы жаман емес, карта жаман емес, но кейбір моменттерде сіз өзіңізді жоғалтып алуыңыз мүмкін. Ең бастысы нәрсе сондайда берілмеңіз. Немесе ренжу болады, шамалы көңіл толмаушылық болады. Неге мен күресем, неге мен барлығына көмектесуім керек, неге мен жасаймын бұның барлығын деген сияқты сезімде боласыз. Потому что жан-жағыңыздың барлығы сізге келеді, сізден көмек сұрайды, сізден ақша сұрайды мүмкін да. Сол нәрсе сізге, сіз бересіз, көмектесесіз, қолыңыздан келген істейсіз, но ол жағдай сізге ұнап тұрған жоқ, мүлдем. Не то, что ұнап тұрған жоқ, сіз шаршап тұрсыз ол жағдайда. Бұл айда сондай жағдай болады. Енді бұл карта бойынша тағы да айтатыным, адамның қалауын қорғау, адамның өзіне тиісті дүниені қорғау, адамды қорғау, немесе жұмыс орнын қорғау, өз дегеннен қайтпау. Мысалы, сізде неше түрлі конфликт болуы мүмкін, басқа адамдармен, яғни сөзге келу сияқты, немесе өзіңіздікін дәлелдеу деген сияқты болады. Мысалға, біреулер ата енесімен шамалы сөзге келіп қалады, немесе бөлек шыққысы келеді, немесе жұмыста, қызметте көтерілгіңіз келеді, және көтерілу үшін сіз сол көтерілуге дайын болып тұрғаныңызды көрсетуіңіз керек, лайық екеніңізді. Но карта жаман емес деймін, карта жаман емес. Белгілі бір дүниелерде қауіптену, немесе көңіл қалу, или күмәндану болады. Бір адамдардан ба, бір жұмыстан ба, біреулер ұсынып тұрған жұмыстан мүмкін күмәнданасыз ба. Сондай тағы не, тұрақтылық, қарым-қатынаста, жұмыста да тұрақтылық болады. Даму, кеңеюді білдіреді, сіздің неңізді, аймағыңызды кеңейтесіз. Мысалы, сіз бір ғана жерде, бір ғана офисіңіз болса, сол офисіңізді көбейткіңіз келуі мүмкін. Бірнеше қылып. Тағы да не, қалағаныңызды жасауға тырысу, өзіңіздің дүниелеріңізді жинау, дамыту өзіңіз. Сондаймен айналысасыз, барлық жан-жақтан сізді жейт, содан сізде кейде шаршап кетесіз, потому что сізге былай берейін, көмектесейін, қолдау берейін деп жатқан ешкім жоқ. Тек сіз өзіңіз талпынып тырмысып тұрып жатқанда, еще тағы да біреулер көмектесдейді. Сондай сияқты дүниелер болады, бірақ жаман емес. Карта сіздің мүмкіндігіңізді көрсетеді, және мүмкіндігіңіздің зор екен. Если сіз бір дүниелерді жоспарлайтын болсаңыз, немесе ойланып отырсаңыз, дым да ойланбастан, күмәнданбастан кірісе берсеңіз болады. Картаңыз жаман емес. Бұл айда ойлағаныңызды жүзеге асыруға деген мүмкіндіктің бар екенін көрсетеді. Келесі ай желтоқсан. Но сізге ауыртпалық салынатын көріп тұрсыз. Бұл жыл сіз үшін полностью жұмыспен мықты байланысты болады. Жұмыстағы дүниелермен байланысты болады. Немесе біреулер жұмыс орын ауыстырады, жұмыстағы қаланы ауыстырады, и жаңа жұмысқа орналасам деп, сол жаққа үйренем деп, сізде бір не болуы мүмкін, күрес жүруі мүмкін, жаңа ұжыммен таныстық, арпалыс, кіре алмау ұжымға.
ол ұжымға өз-өзіңізді дәлелдеу деген сияқты да болуы мүмкін. Көбінесе сондай білдіреді. Немесе жаңа отбасыға бару, сондай сияқты да болады. Енді мына карта жалпы адамға полностью ауыртпалықтың түскенін білдіреді, және өзге адамдардың тарапынан әділетсіздікті байқайсыз. Бұл әділетсіздік мысалға сізге көп жұмыс беріп қояды, өздері аз жұмыс жасайды, немесе сыртыңыздан әңгіме айтады, немесе сізді біреуге жаман көрсеткісі келеді, немесе ауыр жұмыс болады, немесе бір уақытта сізге бірнеше ауырлықтың түсіп кетуі. Мысалға жұмыста қапылып жатыр, жұмыс көп, отчет, есеп деген сияқты. Тем более бұл жылдың соңы ғой енді. И плюс сіздің үйдегі жағдайлар көп, жұмыс көп болады. Үйде де белгілі бір мәселелер болады да, сол екі жақта да жүру керек болады. Екі жақ өте ауыр болады. Бір уақытта жиналып қалады проблемалардың барлығы. Сондай сияқты болуы мүмкін. Немесе кейбір адамдар тіпті қарыз, кредит деген сияқты төлеу керек болады. Сонымен жүгіріс болады, әділетсіздік, яғни құқығыңызды шамалы таптап, немесе сізді басынғысы келетіндер болады. Қарым-қатынастағы дұрыс емес, мысалы, отношение сізге деген екінші адамның, екінші жартыңыздың дұрыс емес қарым-қатынасы, немесе сізді бағаламауын білдіреді, және кейбір жағдайда әртүрлі қиындықтарға алып келеді сізді. Ауыр жұмыс шаршатады сізді, стрессовый жұмыс болуы мүмкін бұл айда көбінесе. Яғни адамда бір неге осылай, неге бірдеңе деген сияқты бір сезім болады, және сараңдық сезімі де болады. Денсаулығыңызға өте мұқият болыңыз, потому что сіз арпалысып, жүгіріп, біреумен ұрсып жүргенде денсаулығыңызды шаршатып, бүлдіріп құртып алуыңыз мүмкін. Яғни қатты ауырып қалуыңыз мүмкін. Енді Құдай сақтасын. Сондықтан бұл карта ескерту ретінде беріледі. Сондықтан осы ескертуімді өте мұқият қарап тыңдап алғаныңыз дұрыс, 2024 жылдың аяғында жұмыс көп болады. Тек жұмыс, шаршайсыз, шаршайсыз. Солай шаршап жылды аяқтайтын сияқтысыз. Міне осылай сізде жұмыспен бастайсыз, жұмыспен аяқтайсыз ғой жылды. Түсіндіңіз ба? Солай. Міне осылай сіздердің жорамалдарыңыз міндетті түрде енді жақсы болатынына сеніңіз. Барлығы сіздердің қолдарыңызда. Сау болыңыздар.